Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Айсем. Бүгін өте тамаша күн. Барлықтарыңызды өткен Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі кезде бізде көктем, бірақ көріп тұрсаңыздар, міне кәдімгідей қар және де Димош. Дегенмен де қазіргі кезде енді күн жылынып кішкене жақсы болып келе жатыр. Қар жаймен де еріп, күндіз еріп, кешке қатып өте жаңағыдай керемет еруде, тасып кетпей. Сол себептен бізде жыл сайын солай. Димош камера түскісі келіп тұр. Сіздерге қызық көрсетейін. Міне көріп тұрсаңыздар, мына жерде барлығына тюльпан өсіп жатыр. Кішкене күн аяз бар, сол себептен қорқып тұрмын, әлде үсіп кете ме деп, сол себептен қармен жауып тастайтын болармын қазір. Так, талдарға келетін болсақ, енді бір шөкіне мына жерде көріп тұрсаңыздар, смородина. Бұл смородина өздігінен шыққан смородина. Ешқандай ешкім ештеңе еккен жоқ. Яғни қарап тұрсаңыз, кәдімгідей ексеңіз шықпайды ғой. Бұл өздігінен білмеймін, дәні түскен ба, өздігінен шықты. Сол себептен кішкене қалдырдық. Әрі шетте тұр, әдемі болып, сол себептен қалдырдық. Міне көріп тұрсаңыздар, бүршіктер уже жайлап барлық жарған. Бірақ дегенмен де басқа талдардан қарағанда смородина өте жаңағыдай, білмеймін, енді далалықта өсіп тұрған смородиналар ауырмайды, именно үйде өскен смородина ауырыңқырап сөйтеді. Мен ана жерде смородина бар, оны әбден кесіп тастағанмын. Бұл пока көреміз қандай болатынын. Міндетті түрде жаңағыдай залалсыздандыру керек. Оны білесіздер, жыл сайын мен осындай уақытта көктемде жасайтынымды. Міне сирендердің барлығы да міне жайлап бүршіктерін жарып жатыр. Әзіргі кезде енді сиренде ешқандай мен ештемемен істемеймін, шашпаймын да, өзі шығады, өзі көбейеді. Енді ешқандай қиындық жоқ. Бұйыртса көктемде барлығына жіберетін боламын. Так, мына жерде көріп тұрсаңыздар, виноградтың бас жағы шығып қалған. Димош шөппен жауып қойды. Енді көреміз қалай қыстап шығатынын. Әзірге осы жерге мажан бірден сүйекті тықтады Димош. Қай жерге екенін білмеймін, осы жерге білмеймін. Не әдет иттердің сүйекті тығып тастайтын. Мен оған кәдім еті қосылған сүйек берсем, ол келді барып бір қар жерге тығып тастады осы жерге. Мен там иттердің не қызығы бар, запастары мықты, біздерге қарағанда. Ой, бүкіл жерде жүреді мен Димошым. Мына жерде көріп тұрсаңыз, смородина, бұл смородина өте үлкен смородина болған, тоже өзі шыққан, ешқандай қалай айтсам, мен кішкентай кезімнен бері бар. Өзі шығады, өзі бірақ ауруға өте бейім. Соны білемін, көріп тұрсаңыз, әлі жапырақтары бар. Енді қазіргі кезде бұл бүршіктің ішінде бұл жаңағыдай, қалай айтсам болады, жаңағы паразиттер осының ішінде тұр. Енді бұны мен міндетті түрде залалсыздандыруым керек. Ол үшін не істеуім керек? Актара немесе қолда бар обычно кез келген аптекада болады ғой, диктарный мыло деп атады, диктарный сабын, итшімін. Соны міндетті түрде қазірден бастап бүршік жармай тұрып шашқан дұрыс. Сіздерге мен қызық айтайын, кеше түнде -10 градус болды. Бірақ кеше тоже осындай күн ыстық болды. Ыстық болған енді осындай жылы уақытта болды да, кешке бірден аяз болып кетті. Соған мен келдім да жылы жайға жаңадан шығып кеткен қызанақтарым мен петуния гүлін салып жібердім. Енді қорқып тұрмын, енді сіздермен бірге қарайын деп жатырмын. Көрейік енді. Енді тірісі болса тірі болады, өлі болса енді амал жоқ, көнеміз. Так, замокты ашайын, мен замок мынандай осындай. Білесіздер, қазір замокты ашып жіберейін. Сосын ішін қарайтын боламыз. Так, әзірге таңда ішінде әлі қарлар дұрыс ерімеген, әлі ішін жинастырған жоқпын. Себебі мына жердің барлығын мен жаңағыдай градка істеп, соған мен редиска, салаттар егемін деген ойдамын. Әзір ермей атқасын, жер кішкене қаттылап, сол себептеден ештеме қозғамай жатырмын. Мән бермесеңіздер болады. Так, енді міне қараңыздар, екеуі, біреу және екеу. Енді білмеймін әзір қандай болып тұрған. Жайлап енді бисмиллах деп ашып көрейік, бірақ та сіздермен бірге қарайын деп тұрмын. Шынымды айтайын, кеше осындай уақытта күндіз салдым, содан бері қараған жоқпын. Енді жайлап ашып қарайын. Бірінші ажандағы асыл қызанақтар көреміз. Бисмиллах деп көрейік. Енді барымша жаптым, кордонмен істедім. Бірақ қанша дегенмен түнде аяз, жылжайды, кішкене желдер кіреді. Көреміз енді қалай болады екен. Сықиып тұр бәрі. Жындылып тұр. Бәрі нормально. Не істеуге болады екен, көрказ қарайын кішкене. Так, салқындық бар енді шамалда. Негізі қызанақ ол кішкене өзі суыққа шыдамды, анау-мынауға ауырмайды. Міне көріп тұрсаңыздар, енді нормально сақталған. Енді петунияны көрейік. Петунияны айта алмаймын, себебі ол кішкентайлау, қызанақ сияқты үлкен емес. Так, міне бұл енді жұқа жабылып тұр, енді көремін. Мынау кішкене қабат болса, бұл жұқа жабылып тұр. Бұл да жаман емес сияқты, қисайып кетіп, неге қисайып кеткен екен? Бұл да жаман емес, көріп тұрсаңыздар. Кордон неге кордон? Себебі кордон қанша дегенмен жылылықты сақтайды. Сол себептен енді жаман емес сияқты. Бәрі де тездетіп жауыпса, енді сіздерге көрсетіп тұрмын, тездетіп жауыпсамасам, салқындық қанша дегенмен жылыжайдың ішінде де бар. Негізі мен ерте шықпайтын едім, айтып тұрмын ғой, үйде деген орын жоқ. Әрі жыным келеді, уже үйде де орын алғасын. Әрі қарағандыдан апам келе жатыр.
сол себептен үйге орын керек деген кіші. Сол себептен олардың барлығын сыртқа шығардым. Әзірге жаман емес, енді көреміз. Бетін қазірге сразу жауып тастайын, жылы болсын деген мақсатпен. Сіздермен бөлісіп тұрғаным енді қорқып бөлісіп тұрмын. Жауып тастап жатырмын қайттан. Шынымды айтсам, осы жылыжайдың кесірінен суықтан шығып келе жатқанда, жердің астынан қазылғандықтан шығып келе жатқанда мына жерде есік деген, мына есік үстіге ашылатын болған бұрын. Сол кезде белімді соғып алған, беліме түсіп кеткен болатын. Омыртқама ішегі кіріп кеткен. Енді сол себептен амал жоқ. Қазіргі кезде больница имплантация керек болыпты. 1 жылдан кейін шығып, тұр белден аяғыма беріп жатыр. Сонда да қоймай тұрмын. Қанша дегенмен сіздер үшін айналысып жатырмын. Себебі ол сүйікті ісім болғандықтан айналысып жатырмын. Әдетте де қасымда өзімнің итім жүр. Жүрегі нашарларға көруге болмайды дейсің. Міне көріп тұрсаңыз, енді болашақ менің көңілім деп айтсам да болады. Әзірге бұны енді кішкене күн жылғаннан ар жаққа қарай итеріп тастаймыз. Сен мына жердің жолды жауып тастап тұр. Бұны енді әзір қолданбаймыз. Ажанды әлі менде бар. Сол себептен бұл енді қанша дегенмен 2 жылдай тұру керек қой. Сол себепті қолданбаймын. Мен ешқандай білесіздер, ешқандай топырақ ештеңе сатып алмаймын. Тек басында жаңағы еккен кезде міндетті түрде өзі шақ келмей қалады. Мен кеше жаңа тағы 10 литрін алып келдім. Көбісі айтады, ақша құртасың, тұқым аласың, одан қалды жаңағыдай топырағын сатып аласың. Одан қалды жаңа паразиттерден витамин тағы бар. Одан не пайда деп. Иә, пайдасынан гөрі жаңағыдай шығыны көптеуге де болады. Бірақ та егер шын сүйікті жаңа жүрегімен айналсаңыз, бәрі де әрі өзіңіздің еккен неңізге, огородыңызға жетпейді. Сәбізін дамығандай аулада еккен. Сол себептен енді барлықтарыңызды әрі қалайтсан депрессия түсуден және де іш пысудан сақтайды. Егер жер үйде болсаңыздар, әрине этаж үйде тұрғандарда айналысуға болады. Негізінде балкон болса әрине. Сол себептен менде енді сол шығынды үнемдеу мақсатында біздерде енді күн өзімізден, яғни ар жақтан жаңағыдай лақтырып тастаймын. Білесіздер, күзде мен каждый раз әр күзде өзім топырақты дайындап қапшыққа салып қоятынды. Яғни көңді 2 жылдық көңді аламын. Жаңағыдай өзеннің жағасында болатын құмдар бар, ақ құм кәдімгі, соны аламын, және де ағаштардан өтеген күлді алып, үшеуін араластырып сеткіден өткізіп қапшықтарға салып қоямын. Так, персик ағашы, енді білесіздер, бұл да дәннен шыққан ағаш. Бұның өнім беретінін, бермейтінін білмеймін. Бірақ та енді кәдімгідей шығып жатыр, көреміз. Дәл сондай міне инжирный персик деп аталады. Бұл жерде екеуі бірге өсіп тұр. Бұл әлі өнім берген жоқ, жылдан кетіп қалды. Көреміз әлі, енді қалай болады екен. Так, мына жерлерде енді абрикос талдары жайлап болады, барлығы сатылымға дайындалып тұр, өсіп жатқан абрикостар, және де слива бар. Сливалар да бар, және де вишнялар да бар. Алдын ала тапсырыс берсеңіздер, брондап қойсаңыздар болады. WhatsApp-қа, Instagram-ға жазсаңыздар болады. Және де керекті шыбықтарыңызды, тұқымдарды скидкамен беріп жатырмын. Ал үлгеріңіздер, қазіргі таңда мен доллардың бәрін өсіп кеткеніне байланысты тұқымдарды өте қымбаттап кеткен екен. 200-300 тіпті өте қымбат. Сол себептен менен алғандарыңыз жөн. Әрі менен білесіздер қандай болып шығатындығын. Мен өзімнің тұқымдарымды өзім жыл сайын егемін. Сіздер де бір алып қойсаңыздар, жыл сайын егуге болады. Құлпынайға келсек, енді құлпынайлар жайлап енді еріп жатыр. Так, міне жасыл жапырақтары. Бұлар енді деген өте шыдамды ғой суыққа. Енді бұлар енді барлығын кішкене қар ерігеннен тазартамыз. Себебі тазартқаннан бұл бірден шығып гүлдеп кетеді. Сол себепті бұл ертеменде беретін қызанақ. Бірақ та өте көлемді, үлкен болып шығады. Және де менде үздіксіз беретін қызанақтар, сары қызанақ және қызыл қызанақ та бар. Бұлар енді кішкене жайырақ жіберемін. Тапсырыс беретін болсаңыздар, мамыр айларына таман. Сол себептен енді әзірге пока қозғамаймыз. Мына жерде сіздерге ештеңе көрініп тұрған жоқ, бірақ бұл жерде жаңағы туя мен самшит бар. Енді әзірге бұларды қалай болады екен, қалай қысап шығады екен білмеймін, себебі өте кішкентай, қар жабық тұр. Так, ежевиканы да көріп тұрсаңыздар, бәрін байлап орап қойған болатынбыз. Мына жерде қарлардың бәрі еріп, бұныңызды өздігімен шығады және үздіксіз бере береді. Енді бұны кезекте мен мына жерден бітіп көтеріп сым татам ба деген ойда бар. Сымға бет дөңгелетіп орап істеуге мақсатында. Себебі ұзындығы енді 2-3 метрге шейін, 4 метрге шейін кете береді. Немесе үйге қарама арсығып жаңағыдай виноград құсап істеймін ба, оны әлі белгісіз. Бұйыртса сендермен бірге бөлісетін боламын. Солай каналға жазуды ұмытпаңыздар, брондап қойыңыздар, тапсырыс берсеңіздер де болады. WhatsApp-қа да тұқымдарды өте арзан бағада беріп жатырмын, скидкамен беріп жатырмын. Сол себептен және де айтпақшы, сіздерге айтайын, Яндекс.Дзен де мен тіркеліп жатырмын. Ол жаққа берсе конкурс ойнататын боламын. Сол себептен осы видеоның астында Яндекс.Дзен, Telegram барлығына тіркелу бар. Соларға тіркеле берсеңіздер болады. Сау болыңыздар, менімен бірге болыңыздар.